Ол үшін ең бірінші біз сол кейіпкерлердің сөздерін мына жерде қағазда берілген. Сол бойынша қазір келіп, әркім өз тобына отырады. Бұл жерде мінекей Мадан хан тобы бар, Қырық уәзір және Аяз би тобы бар. Ендеше осы топтарға қазір қай кейіпкердің сөзі өзіне келді, сол топқа барып, кәне ақырындап отыра қояйық. Өздеріне келген топ қателесіп кетпейік, әр кейіпкер өзінің қай кейіпкердің сөзі келеді, сол бойынша отырамыз. Дұрыс па балалар? Жақсы, кәне. Балалар, енді қазір кейіпкерлер галереясы әдісімен біз әр топқа өзінің тобының атауы бойынша кейіпкерлерді беремін. Сол кейіпкерлерді сендер қазір постерге мінез құлқын сипаттап жазасыңдар. Жақсы ма? Және жазғанда да оны дәлелін қоса ұсынасыңдар. Ертеңінің қай жерлерінде ол кісінің мінезі, сол қасиеті көрінді, соны жазасыңдар. Жақсы ма? Қазір беремін. Хан тобы. Одан кейін Қырық уәзір неге ақылсыз Қырық уәзір тобы. Постерге жапсырып, тақырыптарын және дәлелін ұсынасыңдар. Және Аяз би, яғни жаман адам, қалай дана адам дәрежесіне көтерілді. Bir жақта. Yerге жаушақты деп Иясын деп аяз намар жоқ қой. Андан қазір қорғайсыңдар. Өйткені хан Қырық уәзірге өзі Ал енді Мадан қандай хан екенін Мадан хан тобы дәлелдеп береді қазір балалар, дәлелдерін қоса сынады. Ал айта қойыңдар. Хан қандай адам? Ақкөңіл, сенгіш, ақылды, тапқыр. Сенгіштігіне дәлел Қырық уәзірге сеніп қалды. Ол тапқыр, себебі Қырық уәзірші өз тапқырлығының арқасында жұмбақтармен жаманды қайтарды. Ол жақсы дос, себебі жаманға қауіп төнуі мүмкін деп оны Ақша ханның еліне жібереді. Ол аңқау, себебі ол Қырық уәзірдің сөзіне сеніп жаманды барса келмеске жібереді. Ол ақылы көп хандардан артық болды. Ол әрқашан Қырық уәзірді өзінің тапсырмаларымен тығырыққа тірелді, елін жақсы басқарды. Ол наубайдың баласы, себебі оның іс-қимылдары қарапайым, және де ол жаман ең бірінші келгенде оны асханаға жіберді. Ол жомарт, жаман келгенде 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, аяғын жерге тигізбей Меңдісі болмас. Жақсы, отыра қойыңдар. Енді Қырық уәзір тобы осы Қырық уәзірдің неге ақылсыз екенін дәлелдейді. Тыңдап отырамыз балалар. Қырық уәзір неге ақылсыз? Олар қарабасының қамын ойлайды, олар тек қиянат ойлайды, олар намыссыз, олар ойсыз ойлана алмайды, олар өмірлік тәжірибесі жоқ. Олар қарабасының қамын ойлайды, дәлел. Олар үнемі қарабасын ойлап, Аяз биге басқаруды ойлайды. Олар тек қиянат ойлайды, дәлел. Себебі олар жаман мен Аяз биді бір-біріне қарсы
Шеше. Жақсы. Ол Отыра уәдеге ғой. Иә. ол уәдеге керек, өйткені пышақтай басым кесілгенше деп өзінің жарына мендіге уәдесінде Жақсы, өте жақсы. Отыра қойдық. Осы Аяз би ертегісіндегі ең басты кейіпкер Аяз би. Ендеше қазір біз арамыздан бір Аяз биді шығарып, автор орнына шығып, және оған өзіміздің сұрақтарымызды қояйық. Кәне, кім шыққысы келеді? Фархат, шыға ғой. Қазір Фархат бізде Аяз би болады, және сол Аяз биге сендер сұрақтарыңды қоясыңдар. Балалар, кәне, Аяз би біздің автор орнына отырды. Енді Аяз биге кім сұрақ қояды? Ал Дәулет қоя ғой. Неге Мадан хан тағын сынғанда бастаттыңыз? Себебі мен Мадан ханның екі сынағынан өттім де Мадан ханның тағына өзімді лайықпын деп есептемедім. Мадан хан маған қаншама рет құрмет көрсетті. Мен сол сыйына құрметіне лайық болуым керек деп есептедім. Жақсы. Тағы кім сұрақ қояды? Алмагүл. Сіз неге өзіңізді жаман адаммын деп ойладыңыз? Себебі мен бала кезімнен ылғи да жұмыс істеп, ылғи да құлшылықта жүрдім. Сондықтан өзімді жаман адамдар қатарына қостым. Жаман қарапайым болыңыз. Қарапайым болсаң сені барлығы да сыйлайды. Тіпті Құдайдың өзі қарапайым адамдарды жақсы көреді. Егер сіз 21-ші ғасырда өмір сүрсеңіз, қазіргі адамдарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Мен қазіргі адамдарға әрдайым қарапайым болыңдар. Адамды киіміне, түріне қарап бағаламаңдар. Себебі әр адам кез келген сәтте данышпан болып кетуі мүмкін. Достықты сатпаңдар деп ақыл береді. Балалар, енді осы сабақ сіздерге ұнады ма, балалар? Иә. Енді кім өзінің ойын айтып жүреді осы сабақта? Иә, Құлпынай айта ғой. Сабақ маған қатты ұнады. Себебі бұл ертегіде жақсылықтар жайында көп айтылғанымен, бұл ертегідегі жақсылықтарды өз көзімізбен көрдік. Жақсы. Отыра ғой, айта ғой. Маған да бұл ертегі қатты ұнады. Мен бұл ертегіден өзімде жақсылық пен жамандықты ажырату туралы түсіндім. Ойыма қалыптасты. Және де жақсылықтарды мен Жаңа білім мазмұнындағы қазақ әдебиеті сабақтарында белгіленген оқу мақсаттарын жүзеге асыру өте маңызды. Аяз би ертегісіндегі кейіпкерлер бейнесі сабағында 6-шы сынып оқушылары әдеби туындыдағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға бере білді. Шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, оқу мақсаттарын меңгерді.